Маған тұрмысқа шық. Кешір, не дедің, маған тұрмысқа шық. Тағы не істеуім керек? Қадерді алып кету үшін некеде болу керек. Мен жай ғана көмектескім келеді. Жоқ, бұлай да болмайды, қажет емес. Біздің басқа амалымыз жоқ сияқты. Иә, бұл жалған неке болатын сияқты. Дұрыс па? Дұрыс, мен мұндай қателікті бір рет жасап қойғанмын. Сонда сен келісесің бе, маған көмектесу үшін аған үйленуің міндетті емес. Мен де Қадердің балалар үйінде қалғанын қаламаймын. Ақырында, ол менің қыздарымның әпкесі ғой. Сен мұнда не істеп жүрсің? Кешіріңіз, осылай кенеттен келгенім үшін. Бірақ қазір біздің аздап қарызымыз бар. Маған оның қандай қатысы бар? Сіз өзіңіз айтқансыз ғой, егер Жихан мен Эбруді жақындастырсам, менен не қаласаң да сұра деп. Ақшаны ажырасқаннан кейін бере аламын. Мен сонша күте алмаймын. Менде қазір ақша жоқ, табамын да қайтарамын. Маған бұл ақша бүгін керек. Егер бермесеңіз, күйеуіңізге Мұстафамен түскен суреттеріңізді жіберемін. Бер. Бұл не қылығың, сізге не болды, Азра ханым? Бұл сізге мүлде жараспайды. Азра енесімен бірге зергерлік дүкенге келді. Ой, ішім қатты ауырып тұр, таңертеңнен бері қиналып жүрмін. Басылып қалар деп ойлап едім. Мен сірә, үйге қайтайын, Берак осы үйге көшіп келеді. Зейнептің отбасының жанына оған Тюлай мен Эркан көмектеседі. Серхат пен Зейнеп үйленді. Азра қағып кеткен адамның баласы Омер есімді жігіт Мұстафаның артынан еріп үйіне дейін келді. Зейнепті жаралады. Зейнептің отбасы Зейнеп пен Серхаттың үйленгенін біліп қояды. Бұл неке туралы қандай әңгіме? Арф бей, сіздің бұлай білгеніңізді қаламадық, мен нені білуім керек? Бүгін біз Зейнеппен үйлендік. Жоқ, менің қызым бұлай жасамас еді. Зейнеп бізге айтпай тұрмысқа шықпас еді. Бұл шынайы неке емес. Зейнеп Қадерді асырап алғысы келеді, бірақ тұрмысқа шықпаған әйелге бала бермейді. Сондықтан біз осындай шешім қабылдадық. Мен Серхаттың қыздарына сенің баланың әкесі емес екеніңді айтамын. Аксель, мені тыңда. Барлығы әрі қарай да баланың әкесімен деп ойлау керек. Жиһаз өте сәнді екен. Рахмет, Берак ханым, біздің ауданның жұлдызы болып келе жатыр. Сіз Зейнепті білесіз бе? Ол өте тәрбиелі қыз. Сырттай қатал көрінгенімен жүрегі өте мейірімді. Бірақ ол менің күйеуімді тартып алды. Иә, ол пайда болғанға дейін менің өмірім тамаша еді. Біз күйеуіммен және қыздарымызбен бақытты болатынбыз. Бірақ бір қайғылы оқиға болды. Мен комаға түсіп қалдым, ал есімді жиғанда Зейнептің менен бәрін тартып алғанын білдім. Қандай сұмдық. Міне, қолға түстің. Сен менің әпкемді пышақтап жараладың, әкемді өлтірдің бе? Жігіт, бос сөз айтпа. Мен сенің әкеңді өмірімде көрген емеспін. Түсіндің бе? Онда неге кешір мені деген жазуы бар конверттер жібердің, сенің әкеңді қағып кеткен адам мені көмек керек пе деп сұрауға жіберді. Сондықтан сөйлесуге келдім. Мен сенің әкеңді қаққан жоқпын, түсінікті ме? Сенің кесіріңнен әпкем өліп кете жаздады. Менде сыйлық бар. Қонақ үйге қайтадан қонақтар келеді. Бұл жолы бәрі бұрынғыдай оңай өтеді. Міне, сенің үлесің, бірақ мен оны әзірге ала алмаймын. Солай болады деп ойладым. Оны сейфіңе сал. Менің сейфіме ме? Иә, ол сенің сейфің. Эбру, ақша мен флешканы сейфке салады. Сен біздің Жиханмен жақын екенімізді көрдің. Менің бәрін көріп тұрғанымды біле тұра күйеуімді сүйдің. Шоу жасағың келді ме? Бұл шоу емес, Азра, мен сенің шындықты көргеніңді қаладым. Сен не түсінесің өзі? Біз Жиханмен бір-бірімізді сүйеміз. Ол мені сүйеді, мен оны сүйемін. Біздің жолымыздағы жалғыз кедергі сен. Егер ажырасуға келіссең, Азра, өтінемін, Жиханды босат. Ол сені сүймейді, неге сен оған сонша байланып қалғансың, мен бе байланып қалған?
Сен оны ұстап қалу үшін өзіңді өлтіремін деп қорқытқансың. Мұны саған Жихан айтты ма? Азыра, махаббат жеңсін, жақсы, егер сол күні маған флешканы бергенде, мен еш ойланбастан Жиханмен ажырасар едім. Ал егер Жихан шын айтып тұрса ше? Сен флешканы алып, оны қорқытып, өзіңе байлап қойғың келсе ше? Неге мен саған сенуім керек? Маған оны бер. Эбру, мен бірден Жиханмен ажырасамын. Азыра Жиханға аудио жазба жібереді. Жихан, мен сені қатты жек көремін. Ертең ақ ажырасуға арыз беремін. Менің өмірімнен бір жола кет. Флешканы тексер. Бос па? Бос, әрине, мен Эбруға сондай құнды затты бергеніме өкіндім. Сондықтан оны қайтадан өзім алып қойдым. Ол ештеңе білмейді, ертең сен Эбруға барып, менімен ешқашан ажыраспайтыныңды айтасың. Түсіндің бе, ақымақ қыз? Енді қандай сылтау табарыңды білмеймін. Сондықтан бүгін түнді ойлану бөлмесінде өткізесің. Өйткені саған бұл керек. Аксель қонақ үйге келеді Серхатқа барлық шындықты айту үшін. Сен әлі осындасың ба? Мен кеткелі жатқанмын, бірақ Жан келіп сөйлесіп қалдық. Не туралы сөйлестіңдер? Негізі дұрыс сөйлесіп үлгермедік. Қонақ үйге полиция іздеп жүрген бір адам келді де, тез қашып кетті. Не дедің? Не болды? Эбру тіркемекші болған қылмыскер қонақ үйдің барлық келушілерін кепілге алды. Аксельге оқ атты, ол өлді. Зейнеп пен Серхаттың бірге құшақтасып тұрғанын журналистер түсіріп алды. Бірақ ханым, балаңыздың жүзі соқпай тұр. Жүрегі соқпай тұр деген не? Сенімсіз бе? Тағы бір рет қараңызшы. Қалайша? Менің балам қайтыс болды ма? Жоқ. Бұл қалай мүмкін? Неге? Бірнеше күн бұрын маған шабуыл жасалған еді. Мен құлап қалдым. Соның кесірінен бе, олай деп ойламаймын. Сол кезде бәрін тексергенбіз. Барлығы дұрыс болған. Бұл мерзімде жүктіліктің тоқтап қалуына көптеген себеп болуы мүмкін. Омер Жанға келіп ақшасын қайтарады. Жан оған қонақ үйде жұмыс істе деп шақырады, ол келсет. Жихан Эбруды алдайды, осы үйді арендаға алады. Біз бірге уақыт өткізе алуымыз үшін. Бірақ Зейнептің анасының гүлдерін әдейі өртейді. Өтірік Зейнепті ашуландырып үйіне шақыртып алып, ол оған тап беріп, оның кесірінен баласынан айырылғанын айту үшін. Бірақ Зейнеп ештеңе істемейді. Бірақ Тюлайға мені ұрып жібер дейді. Бірақ Серхатқа мені Зейнеп ұрды, баламыздан айырылдық деп айтады. Бірақ Серхат оған сенбейді. Бірақ Серхат пен Зейнептің көзінше қыздарға олардың үйленгенін айтады, қыздарды Серхаттан алыстату үшін. Тибет Серхатқа звондап, мен бала асырап алу туралы өтініш бердім, Кадерді алу үшін. Тибет, сен менің шыдамымды сынап жүрсің. Егер мені ашуландырғың келсе, тоқта. Әйтпесе өкінесің. Мен сені ашуландырғым келмейді. Егер саған Кадер маңызды болса, мен келіссөз жүргізуге дайынмын. Қандай тағы келіссөз? Аксель қаза тапқан қонақ үйді сат. Келісім жасайық, келісім жасайық. Серхат, мен папараццилер мәселесін реттеймін, және қыздардың саған деген өшпенділігін басамын. Рас па? Ал сен оның орнына не қалайсың? Сен пайдасыз ештеңе істемейсің ғой. Сен Зейнеппен ажырасасың. Кадерді алудың басқа жолын табасыңдар. Құжат жүзінде ажырасқандарыңды көрмейінше, мен Хаяль мен Элькинді саған қарсы айдап саламын.